Алланың үйі болған жер бетіндегі мешітке кірсек, әркім әртүрлі намаз оқуы мүмкін. Тіпті сол намаздағы кейбір құлшылықтардың өзінде дау-дамайға ұласып жатады. Алланың алдындағы алғашқы Фатиха сүресін оққан кейін де әмин деген кезде іштей айтыңыз. Оған қарсы келіп, дауыстап айтып жатқандар да бар. Сол секілді намазда қол байлауы, біреуі кіндіктің астына Ханафи мазхабымен дәстүрге сай ұстанса, екіншісі жоқ пайғамбардың сүннетіне сай, пайғамбар осылай оққан деп өзгеше қолын жоғары жаққа байлап жатады. Енді бұл мазхабтар арасындағы ғалымдардың пайғамбардан келген әртүрлі амалдық сүннеттерді өзгеше өз тұжырымына сай түсіндіруі. Мынауы дұрыс, мынауы бұрыс деп әр мазхабтың өзіне дәлел ретінде көрсеткен нәрсесіне қарсылығымыз жоқ. Әйтсе де біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы Орта Азияда кең тараған бұл Ханафи мазхабы негізінде намаз оқу, діни құлшылығымызды, діни рәсімімізді орындау тәртібін барынша сақтағанымыз дұрыс. Өйткені біздің жас өскелең қазіргі заманда біз мазхабтың арасындағы түрлі амалдармен тартысу емес, дініміздің құндылығын, көркем мінезін барынша үлгі ретінде көрсету, ойымыздан соны қалыптастыруға тырысқанымыз абзал. Қазір қол мәселесінде қолыңыз қай жерде байланса да жүрегіңіз Аллаға жұмсақтық пен мейірімділікке байланғаны дұрыс. Өйткені негізгі намаздың мәселесі де бұл хушу, шынайы ықыласта, жүректің тазалығында, көркем мінезде екендігін есімізден сақтағанымыз дұрыс.